Сіз білесіз, жақсы білесіз. Вейптермен онлайн жарнамаға қатысты. Осыған байланысты мәжілісте лобби жүріп жатыр дейді, оларды қорғауға, және вейптер тыйым салмауға, онлайн жарнамаға. Осы қауесеттер әртүрлі. Осыған байланысты не айтасыз? Кімдер мәжілісте лобби жасап жатыр? Ондай лобби туралы мен естіген жоқпын. Өйткені біздің негізі депутаттардың көзқарасы түсінікті. Біздің депутаттар жалпы осы халықтың мүддесін қорғап, тиісті түзетулерді енгізіп жатыр. Соның ішінде мынау букмекерлік кеңселер туралы біздің комитеттің депутаттары өз түзетулерін берген болатын. Сол сияқты мынау вейптарға қатысты да тиісті түзетулер берілген болатын. Сондықтан ол қысым деген ол депутатқа кім қандай қысым көрсетеді? Сіздің жалпы көзқарасыңыз қандай? Вейптер тыйым салу және онлайн жарнамаға? Менің онлайн жарнама, жалпы букмекерлік кеңсе, басқа мәселелер бойынша мен көзқарасым түсінікті. Негізі біз балаларымызды мұндай әртүрлі қауіптерден қорғауымыз керек. Бірақ ең басында шешім қабылдағанда біз оның тиімділігін қарауымыз керек. Оны кешенді қарауымыз керек. Тек қана бір мәселені ғана, бір жақты ғана болатын болсақ, онда оның тиімділігі бола ма, болмай ма деген. Сондықтан тиісті талдау жүргізіп, талдаудың нәтижесімен шешім қабылдау керек. Қазіргі уақытта вейп проблемасы үшін мәнде үлкен проблема болып тұрған барлығымыз білеміз. Бүгін біздің әсіресе мынау балаларымызға үлкен қауіп туғызып жатыр, олардың денсаулығына. Сондықтан әрине де бұл мәселені реттеу, балаларды осы вейптерге қалай вейп тартпайтындай қылып, оларды осы вейптерден қорғау мәселесі, бұл өте маңызды мәселе. Қорғау керек балаларды, бірақ оның нақты рәсімін, нақты тетіктері олда да тиімді болу керек ол бір. Екіншіден, мынау сіздер айтып отырған тиімді дегенде сіз экономикалық жағын айтып тұрсыз? Жоқ, экономикалық жағдан емес. Шын мәнінде балаларды қорғайтындай болу керек. Ал мынау онлайн жарнама туралы айтатын болсақ, букмекерлік кеңсе басқалар бойынша да негізі бұл мәселені де міндетті түрде реттеу керек. Біздің жалпы қоғамымызды осындай жарнамалардан қорғау бойынша жұмыс жүргізілу керек, және де ондай ұйымдарда да әртүрлі әлеуметтік нысандарда, мектептерге жақын, басқа да жерлерде болған мәселесінде де реттеу керек. Сондықтан бұл мәселе бойынша да кешенді, тиімді, дұрыс шешім қабылдау керек деп ойлаймын. Өйткені бізге ең бастысы ол халықтың мүддесі. Ол біздің балаларымыздың мүддесі, балаларымыздың денсаулығы. Сондықтан осы тұрғыда нақты кешенді шаралар қазір біз үкіметпен қоса бұл мәселені қарастырып жатырмыз. Депутаттарымыздың біраз түзетулері де бар, заңға енгізіп жатқан. Осы түзетулер бойынша көп талқылаулар өтті, көп жалпы аналитикалық жұмыста болды. Сондықтан осы жұмысты біз бір тиісті деңгейіне жеткеніміз деп ойлаймын.